Ассалаумағалейкум достар. Үшінші бөлім, екінші сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бұл жерде біз құлпынайдың сорттары жаңағыдай климатына байланысты айтатын боламыз. Жалпы сіздерде егер солтүстікте салқын жақтарда тұратын болсаңыздар, онда сіздерге көбінесе жаңағы өте төмен температурада, төмен температурада өсетін сорттар қажет. Ол сорттар енді неше түрлі сорттар бар, бірақ соның ішінде сіздер ексеңіздер өкінбейтін сорт, ол солхяң деген сорт. Қазіргі уақытта Қытай жақтар, Корея жақтар көбінесе осы сорттарды егіп, осы сорттарды дамытып жатыр. Енді сондай дамыған елдер егіп жатқаннан кейін ол сортты ексеңіздер еш өкінбейсіздер. Ол сорттардың артықшылығы сол төмен температурада салқын жерлерде өніп өсуге дағдыланған өзі сондай сорттар. Корейский солхян деп айтып жатады. Кореяда шыққан негізінде. Одан кейін сіздерде жылы аймақтарда тұратын болсаңыздар, ол сортты ексеңіздер де болады. Және де Клэри деген сорт бар. Міне мынау қазір мына жерде өсіп тұр, көріп тұрсыздар. Осы Клэри сортын ексеңіздер өте жақсы болады. Бұл сорттар жалпы кез келген аймаққа төзімді, ауруға да барлығына жақсы, өте үлкен болады және тәтті болады. Солхяң сорты да тура сондай. Енді солхяң сорты бұл Клэриге қарағанда қаттырақ, тәттірек болады. Ол сорттар сондықтан кішкене қымбаттау жүреді. Көшетін алсаңыздар да, мұртшасын алсаңыздар да кішкене қымбаттау жүреді. Ал Клэри сорттары кішкене арзандау жүреді. Бұлар қазір көптеп егіліп жатыр, сондықтан кез келген жерден, кез келген өңірден тапсаңыздар болады. Жалпы суық жақтарға солхян, жылы жақтарға осы Клэри сорттарын ексеңіздер болады. Сіздерге енді көп сортты айтып, жаңағыдай сіздердің бастарыңызды қатырмау үшін осылай екі сортты таңдап, әдейілеп осыны айтып отырмыз. Енді өздеріңіздің климаттарыңызды байқайсыздар, егер суық жақ болса, жаңағыдай кішкене бетін жауып, жылы қылуға әрекет жасайсыздар. Осы құлпынай егілгеннен кейін, кішкене өскеннен кейін, енді қыс түсіп, кішкене погода өзгеріп, минусқа кетіп атқан кезде, бетіне лутрастил деген бар, соны жауып қойсаңыздар болады. Ал егер жылы аймақтарда тұрсаңыздар, онда жаздың күні қатты ыстық болады. Ол кезде төбесіне жаңағыдай затеняющая сетка дейді, өзі 70-50% сеткалар бар, соларды жабасыздар. Климатқа байланысты осы сорттарды ексеңіздер болады.